Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заманауи көлік. Бүгін сабақта заттарды салыстырып айтуды және жазуды үйренесің. Жаңа сөздермен танысайық. Заманауи, современный, сапалы, качественный, қуатталады, заряжается. Мынау қандай көлік? Ұшақ па, әлде мәшине ме? Пішінің өзге, дөңгелектері ерекше. Бұл ұшатын машина. Баратын жерімізге 5 секундта жеткізеді. Өте ыңғайлы, жылдам және заманауи. Бұл машинелер токпен қуатталады. Өте сапалы, ең бастысы қауіпсіз. Есте сақтайық. Дөңгелек сөзі пішін мағынасында және көліктің бөлшегі мағынасында қолданылады. Көп нүктенің орнына рақ, рек қосымшаларының тестісін қойып оқы. Бұл машина ыңғайлы. Бұрынғы заман көліктеріне қарағанда жылдам, дөңгелектері жақсы. Машинаның дөңгелектері үлкен. Ал енді салыстырайық. Бұл машина ыңғайлырақ. Бұрынғы заман көліктеріне қарағанда жылдамырақ. Дөңгелектері жақсырақ. Машинаның дөңгелектері үлкенірек. Екі суретті салыстырып сипаттап бер. Үлгіні қолдан. Үлгі. Көрші ағайдың көлігі Сұңғаттың көлігіне қарағанда ескілеу. Көліктерді сипаттауға қатысты тағы қандай сөздерді қолданар едің? Керекті сөздерді пайдаланып сөйлес. Керекті сөздер: сәнді, қауіпсіз, жаңа, ескі, заманауи, ыңғайлы, жылдам, қауіпті, таза, пайдалы, мықты, сапалы, озық үлгіде күннен қуат алады. Туыстарының көліктерін салыстырып жаз. Сау болыңдар.